Ал енді құрметті көрермен, сөз төркіні жобасының жаңа шығарылымында сүйек ұқсату, сүйек өңдеу кәсібіне тоқталатын боламыз. Бұған қатысты қандай көнерген сөздер бар? Бірге білейік. Қазақстан аумағындағы сүйек өңдеу өнерінің ең алғашқы археологиялық деректері орталық Қазақстанда Беғазы Дәндібай дәуіріндегі кент қала жұртында табылған. Мұнда ою-өрнекпен безендірілген сүйек пен мүйізден жасалған оюланған бұйымдар кездестірген. Осы қол өнерінің ішінде сүйек өңдеу мен одан жасалған бұйымдарды киелі санап, наным сенімге балаған екен. Бұл дегеніңіз қасиетті үйге қоятын үйтұмар, қорғаушы дейді. Оның әр сүйектің өзінің қасиеті бар. Мына кәрілік деп атап кеткен, ол негізі қаржылық екен. Ұры қардан сақтайды екен. Мына жауырын бұл жақсылықты, болашақты болжап тұратын. Асан қайғы дейді. Оны тұмардан бөлек, басқа да тұмардан бөлек, әшекейлерге жауырынның нелері пайдаланып, әшекейлер жасаймыз. Тоғызлық дейді, онда неге үйтұмарға қосуға болады онда. Сіз өзіңіз әшекейлерді жасай бересіз ба? Жасай береміз, шәкірттерім бар. Қазір курсанттар енді нетіп жатыр. Бұларды алдағы жолдар жүртеміз. Мына семіз жасымалдың қайнатылмаған сүйегі оюға, өрнектегі өте қолайлы. Семіз малдың сүйегі май сіңген сарғыштау, тұтынамайтын майысқақ келеді дейді шебер. Сүйек ұқсатушы шеберлер жылан тіл пышқы, шапашот, үскі сияқты құралды қолданады. Сүйекті түзетіп тегістейтін құралды бастырық немесе қысқы деп атайды. Тобыршық, ұршықбас, шүмек сияқты заттар сүйектен жасалады. Бұлар шебер болып кетпесе де өз шегесін түзетіп түзу қағатын азаматтар болады. Біреуге тәуелді болмау үшін осы уақыт жүрмесін деп соларды үйретеміз.